Сәлеметсіздер ме көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз байырғы дәстүр бойынша жалғасып келе жатқан көкпар ойынынан жеңіп алған серкеден қуырдақ жасайтын боламыз. Қуырдағымызды далада қазан ошақта пісіретін боламыз. Етті бір күн бұрын жуып тазалап алдық. Етімізді турап маринадтадық. Маринадына пиязды турап, қара бұрыш, кішкене сірке суын тамызып жібердік. Сонда қуырдақта ешқандай дәм болмайды. Бәрімізде көкпарда серкені кімге береді деген ой туындайды. Мен сіздерге өз ойыммен бөлісе кетейін. Тартыста жеңген топ мүшелері келесі көкпарды беруге ниеттенген көкпаршыға серкені атайды. Сол көкпаршы үйінде қонақтарды шақырып, құран оқытып, дастархан жаяды. Дастархан басында келген қонақтар сыйлық ретінде ірі қара мал, ақшалай сыйлықтар береді екен. Сол аталған сыйлықтарды келесі көкпарда салған салымдарға сыйлық ретінде тарту етеді екен. Ойынның осындай салтымен ұлттық ойынымыз жылдан жылға жалғасын тауып келеді. Менің көкпар ойыны жайлы айтқан әңгімем ұнаса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.